Баршаңызға сәлем, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді шоколадный торттың рецептісімен бөлісемін. Тура молочная девочка торты сияқты жасалады, бірақ құрамында кішкене өзгерістер бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызда еритін өте жұп-жұмсақ торттардың бірі. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Енді мен өте жиі жасап тұратын боламын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ең әуелі таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де үстінен үй температурасындағы сармайымызды және де қойылатылған сүт, яғни сгущенканы салып, барлығын бір келкі болғанша миксерлейміз. Рецепттің толық грамдарын мен описанияға жазып қалдырдым, сол жақтан көре аласыздар. Ең басты сармай, жұмыртқа, сгущенка барлығы бір-бірімен бірігіп, кішкене көтерілгенге дейін миксерлеп аламыз. Содан соң үстінен разрыхителімізді саламыз. Және де какаоамызды, ұнымызды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіп алыңыздар, өйткені какаоның түйіршіктері болып қалуы мүмкін. Сол себепті жақсылап ұн илегіштен өткізіп, бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Және де шет-шетін тағда кішкене лопатканың көмегімен жинап, ешқандай ұнның түйіршігі қалмайтындай жақсылап миксерлеп алыңыздар. Осымен біздің өте оңай корждарымыз дайын. Енді дәл осы массаны біз 8 бөлікке бөліп, пергаментный бумагаға орналастыратын боламыз. Барынша сапалы пергамент бумагасын қолдануға тырысыңыздар. Мен поклан деген бумаганы қолданамын. Осындай арнайы формамызға өзіміздің формамызды шығарып аламыз. Және де 8 бөлікке бөліп, әр бөлігіне 1,5 ас қасықтан толтырып салып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста әр қайсысын 5 минуттан пісіріп алыңыздар. Және де піскенін ағаш таяқшамен міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Менде 22 сантиметрлік форма. Егер сіздер 24-26 сантиметрде пісіретін болсаңыздар, корждарыңыз кішкене аз шығады. Менде 22 сантиметрлік форма болғандықтан 8 дана корж шығардым. Енді корждарды пісіріп суытып аламыз. Біз кремін жасайтын боламыз. Маған ең қатты ұнайтын кремдердің бірі ол крем чиз, яғни сливки, творожный сыр, сахарный пудра үшеуін бірден салып, өлшеп 4-5 минут көлемінде миксерлеймін. Менде қою өте оңай әрі дәмді масса пайда болады. Егер сіздерде қолжетімді рецепт қаласаңыздар, өздеріңіздің үйде бар, өзіңізге ұнайтын кез келген кремді пайдалана аласыз. Сметана, заварной крем, кез келген кремді қолдануға болады. Корждарымыз пісіп шықты, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Қағазынан ақырындап ажыратып, тортымызды жинаймыз. Дайын болған кремімізді корж крем етіп толығымен жинаймыз. Мен 7 коржды жинадым, ал 1 коржды шет-шетіне ұнтақтауға алып қалдым. Енді өз қалауларыңыз бойынша сыртын сәндеуге болады. Мүмкін 8 коржды да дәл осылай жинап, ашық түрде қалдыруға да болады. Мен 7 коржды жинап, 8 коржды ұнтақтап, шет-шетіне сеуіп шықтым. Осылайша тортты өз қалауыңыз бойынша оформление жасауға болады. Дәл осылай ашық түрде қалдыруға да болады. Мен дәл осылай ұнтақтарды сеуіп, әдемі көріну үшін осылай ұнтақтап шетіне жағып шықтым. Және де үстін жеміс жидектермен сәндеп шықтым. Өте керемет, ауызда еритін жұп-жұмсақ торттардың бірі болды. Бұл тортты 2-3 сағатқа кемінде қойып ұсынсаңыздар болады. Сіздерге кесіп көрсеттім. Кесіп көрсеткеннің өзінде қараңыздар, білініп ақтыр, өте жұмсақ болып шыққаны біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Туған күн және де мерекелік кештерге жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Егер сіздерге видео пайдалы болып жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті де тіркелуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.